Қайырлы күн достар, біз бүгін хабар арнасында болып жатқан, бүгін бірінші сериясы болған Бахар атты киноны айтатын боламыз. Бұл түрік сериалы болып табылады. Бахар деген әйел туралы. Бұл бірінші сериясында есейген екі баланың анасы, Бахар үй шаруасындағы әйел, 20 жылдан бері үй шаруасымен айналысып, тамақ пісіріп, үтіктеп, кір жуып, атақты хирург күйеуіне қарап, өзін мүлде ойламайды. Негізінен жас кезінде Бахар отбасының пайдасына мансаптан бас тартады. Негізінен бұл кинода осы Бахар туралы бұл әйелі, енем, бала шағам деп, үй тірлігі деп, өзінің неше жыл оқыған оқуын тастап, үй шаруасына белсене араласып кетеді. Үнемі осы екі баланың жағдайын жасаймын деп, осылай 20 жыл өткеннен кейінгі өмірін осы кинода айтылады. Бұл кинода енді екі баласы бар, Умай деген қызы және Ураз деген ұлы. Ұлы да студент оқып жатқан, және күйеуі Тимур және енесі. Бұл жерде енесі сондай қатал, келінін алдап, арбап жұмсайды. Енді әйеліне күн бермейді. Үнемі баласының Тимур мамасының айтқан, бүкіл айтқан жасайды. Енді бұл жерде Бахар өзін тастап жіберген деп айтсам ба, қалай, үй шаруасына енді кіріп кеткен ғой. Сөйтіп жүргенде күйеуі Тимур, главный врач, хирург, өздерінің нелері бар, больницалары бар. Сол жерде өзі Реңгин атты бір әйелмен жүреді. Біраздан бері, примерно 10 жылдан бастап жүреді. Оның аты Реңгин, Тимурдың сүйіктісі, енді любовницасы десек те болады. Ол Реңгин әдемі, сұлу, бойы ұзын, қараторы әйел. Ол осы Тимурға үйленгісі келеді, бірақ осы уақытқа дейін шыдап баққан, және ол өзі Реңгин мүлде үйленбеген. Ол да дәрігер әйел, осы Тимурмен 10 жылдай, Тимурдың 10 жылдай любовницасы болып келеді. Енді кинода солай айтылады. Одан кейін бұл жерде дәрігер жігіт, Эбрен деген жігіт болып табылады. Ол жігіт Бахарды бір емес екі рет кездеседі. Бірінші кездесуінде автобуста ма, сол кезде бір аяқ астынан бір әйел талып ауырып қалады. Сол кезде осы Бахар көмекке жүгіреді. Бірақ Бахар ол 20 жылдан ол дәрігер болмағандықтан оны емдей алмайды. Сол кезде осы жас дәрігер Эбрен деген жігіт осымен танысып, жаңағы әйелді құтқарып қалады. Одан кейін өзі Бахар күйеуіне очки, көзілдірік сыйламақшы болып, очки дүкеніне кірген кезде сол жерде талып ауырып қалады. Сол ауырып қалған кезде сол жердегілер осы Бахарды сол жақын маңайдағы осы Эбреннің больницасына апарады. Сол кезде оның бауыр жеткіліксіздігі, енді бауыры жарамсыз болып қалған болып табылады. Енді бұл жерде кино осы Бахардың өмірі туралы болғаннан кейін, осы Бахардың бауыры жарамсыз болып қалады. Оның Демир Эбрен емдейді. Емдеу барысында бұл жарамсыз болып, оның екі баласы, біреуі қызы 18-ге толмағандықтан оның бауыры алынбайды. Одан кейін ұлы қан тобы бөлек болады, оның да бауыры жарамайды. Бұл жерде күйеуінікі жарайды, бірақ ол күйеуінің бауырын, енесі дейді ғой, күйеуінің анасы бергізбейді. Бірінші серияда солай айтылады. Одан кейін бұл кімнің, Бахардың өзінің бөлесі болады. Бахардың және анасы болады, жалғыз анасы ғана болады. Сол анасы кішкене кезінен бастап бөлесін өзі бағып, қағып үйлендіреді. Және осы Бахардың бауыры жарамсыз болғандықтан анасы жылап, күйеуі бермегендіктен осы бөлесіне барады. Көптеген ақша беріп, осы қызыма көмектесші дейді. Бірақ бөлесі де бас тартады. Менің де балаларым бар, ренжімеңіз ана деп, ол кісіден де бас тартады. Сөйтіп, бірінші сериясы солай аяқталады. Ешкім күйеуі бауырын беруден бас тартады, енесі бергізбейді бауырын. Ал Эбрен дәрігер өзі таңғалып, және басқа елдерден бауыр іздеуге жібереді. Келесі серияда енді рекламада айтылады, жанамада осы барлығы отказ болады, бауыр беретін адам табылмай жатады, және Бахардың жағдайы өте ауыр. Бұл кино өзіме қатты ұнады. Жалпы енді бұл кино арқылы ой саларлық, дәл қазіргі өмірде болып жатқан оқиғаларды айтып жатады. Бұл жерде енді үйім, бала шағам, осы ыдыс, енем деп жүрген әйелді байқамай, жұмысындағы өзін ғана ойлап қалған, сұлу қызға кетіп қалған осы еркектер туралы өзім енді бірінші сериядан бастап өзім ұнаттым. Құдай қаласа екінші сериясында айтатын боламын.